Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансая. Бүгін осындай дәмді булочки жасаймыз. Ең алдымен жылы сүтке қант қосамыз, дрожжи қосамыз, тұз қосамыз, одан кейін сары майды ертіп, жұмыртқа қосып, ұнын қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп ашытатын боламыз. Салмасында менде творог пен қантты блендерден езіп, осындай масса жасап алдым. Біздің нанымыз жақсы көтерілді. Енді соны бөліктерге бөліп, жайып, қазір гүл сияқты булочки жасайтын боламыз. Қатты қылып жайып алмаңыздар, осындай орташа деңгейде жайып, төрт жағынан тіліп, ортасына қатығын салып, гүлімізді жасаймыз. Қатығын салдық, асты жағын өстіп жабыстырасыздар. Барлығын енді осы шетін кішкене төменірек жабыстырасыздар, сол кезде гүлдің формасы шығады. Оны да астына қарай жабыстырасыздар. Осылаймен әдемілеп жасап аласыздар. Осылай барлығын жасап болғаннан кейін противеньге салып 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. 10-15 минуттан кейін жұмыртқасын жағып пісіруге жібереміз. 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Одан соң осылай сахарный пудраны сеуіп ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, үлпілдек, жұмсақ, сөзсіз керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте керемет, әдемі болып шықты. Сіздермен болған Жансая.